Сәлем достар, біздің фермамызға қош келдіңдер. Бүгінгі бөлімде біз үй жануарларымен танысамыз. Қазақ ежелден мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан халық. Қазақ халқының ерекше қадір тұтатын жануарының бірі жылқы. Жылқының шаруашылықта маңызы өте зор. Ол ет және қымыз өндіру, салт міну, арбаға не шанаға жегу, әскери және спорттық бағыттарда өсіріледі. Балалар, менімен бірге қайталаңдаршы. Жылқы, жылқы, жылқы. Бәрекелді. Сиыр мүйізді күйіс қайтаратын жануар. Сиырдың сүті мен еті бағалы тамақ өнімдері. Балалар, сиыр қалай дыбыстайды? Дұрыс, сиыр мө деп мөңірейді. Қайталап көрейікші. Сиыр, сиыр, сиыр. Жарайсыңдар. Бұқа. Бұқа мүйізді ірі қараның еркегі. Сиырға қарағанда бұқа ірі, салмақты да едәуір ауыр. Балалар, менімен бірге қайталаңдаршы. Бұқа, бұқа, бұқа. Жарайсыңдар. Ешкі мүйізді жұп тұяқты күйіс қайтаратын жануар. Ешкі сүті адам ағзасына өте пайдалы өнім. Оның құрамында әртүрлі дәрумендер бар. Балалар, ешкі қалай дыбыстайды? Дұрыс, ешкі мә деп маңырайды. Қанекей бірге қайталайықшы. Ешкі, ешкі, ешкі. Балапан, сен мұнда не істеп жүрсің? Балалар, балапан анасын жоғалтып алған сияқты. Алдағы уақытта біз балапанға анасын тауып беруге көмектесеміз. Оны біздің үй құстары туралы бөлімімізде көре аласыздар. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп алмау үшін біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, біздің фермамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз үй құстарымен танысамыз. Алдыңғы бөлімде біздің балапанымыз адасып кеткен еді, бүгін ол жанұясына қайта қосылды. Балапан, енді ананың қасынан ешқайда кетпе, жарай ма? Балапан тауықтың баласы. Балапанның түсі сары, жүні үлпілдек, жұмсақ. Балалар, бірге балапан сөзін қайталайықшы. Балапан, балапан, балапан. Дұрыс. Тауық. Адамзаттың ең кең тараған үй жануарларының бірі. Еті мен жұмыртқасын, қауырсыны мен мамығын алу үшін өсіріледі. Тауықтың басқа құстардан айырмашылығы ол ұша алмайды. Балалар, қайталаңдаршы. Тауық, тауық, тауық. Дұрыс. Әтеш. Әтеш танымал құс. Барлық еркек тауықтарды әтеш немесе қораз деп атайды. Таң атқанда әтеш кукареку деп шақырып адамдарды оятады. Әтештер жабайы табиғатта өмір сүрмейді. Өйткені олар ұшып немесе жылдам жүгіре алмайды. Балақайлар, есте сақтап алыңдар. Әтеш, әтеш, әтеш. Бәрекелді. Қаздардың 40-тан аса түрлері бар. Қаздар көбінесе құрғақта өмір сүреді. Су оларға сусындау, түлеу және кейде демалу үшін ғана керек болады. Олар суда жақсы жүзе алады, бірақ сүңги алмайды. Қайталаймыз. Қаз, қаз,
Қаз. Дұрыс. Үйрек негізінен су құстар болып табылады. Оларды тұщы суда да, теңізде де кездестіруге болады. Үйректің жабайы да, үй құстары болып табылатын да түрлері бар. Үйрек немесе қаз мамықтарын пайдалана отырып, жастық, көрпе жасауға болады. Балалар, есте сақтап алыңдаршы. Үйрек, үйрек, үйрек. Дұрыс, осылай. Балақайлар, бүгін біз үй құстармен танысып шықтық. Келесі жолы сендерге басқа да жануарлар туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп болмау үшін біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар! Бүгін біз суда өмір сүретін ең таңғажайып тіршілік иелерін зерттейміз. Біз олардың сыртқы түрін, қалай тамақтанатын және теңізде қалай өмір сүретінін білетін боламыз. Өмір сүріп жатқан әлем туралы көбірек білуіміз біз үшін өте маңызды. Сондықтан бұл арнаны біз балалар сендер үшін арнайы жасадық. Ендеше бастайық. Дельфин. Дельфин ақылды және мейірімді сүтқоректілер. Дельфиндер бір-бірімен әртүрлі дыбыстар арқылы байланысады. Бұл дыбыстық сигналдар өте жоғары ультрадыбыстық жиіліктерде шығарылады. Оны адам ести алмайды. Енді менімен қайталаңдаршы. Дельфин. 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 Жарайсыңдар. Ал енді теңіз тасбақаларымен танысайық. Достар, теңіз тасбақалары 150 жылға дейін өмір сүретінін білесіңдер ме? Сонымен қатар, теңіз тасбақалары мұхитта жүзе алатын санаулы жануарлардың бірі. Теңіз тасбақалары өсімдіктермен және әртүрлі ұсақ теңіз жануарларымен қоректенеді. Сондай-ақ олардың қатты өсімдіктерді тістеуге көмектесетін өте күшті жақтары бар. Енді қайталаймыз. Тасбақа. 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 Енді балықтармен танысайық. Балықтар біздің планетамыз үшін өте маңызды жануарлар. Олар суда өмір сүреді, көптеген басқа жануарлардың қорегі болып табылады. Балықтар судағы оттегімен тыныс алады және оны алу үшін желбезектерін пайдаланады. Сонымен қатар, балықтар әртүрлі түстер мен өлшемдерде болуы мүмкін және олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Қане балақайлар, балық сөзін қайталайықшы. Балық. 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 Керемет. Акулалар өте үлкен және күшті балықтар. Олар тез жүзіп, басқа балықтарды аулай алады. Акуланың көру қабілеті нашар болғанымен, иіс сезу қабілеті өте жақсы жетілген. Олар судың майда дірілін бүйір сызығы арқылы сезе алады. Жемін осы екі қасиетінің арқасында аулайды. Енді менімен қайталаңдар. Акула. 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 Жақсы. Медузалар мұхит суларында жүзетін өте әдемі және жеңіл жануарлар. Олардың денесі мөлдір болып келеді. Және медузалардан қараңғыда жарқырайтын ұзын қармауыштары бар. Медуза қармауыштарын балықтарды аулауға және жаулардан қорғану үшін қолданады. Олар ешкімге зиян тигізбейді. Бірақ адам оған қолын тигізсе, қолы ауырып қалуы мүмкін. Жаңа сөзімізді қайталаймыз. Медуза. Медуза. Медуза.
жарайсыңдар. Теңіз шаяны. Теңіз шаяндары суда өмір сүретін аяқтары көп, сауыты бар жануарлар. Бұл сауыт шаяндардың денелерін қорғауға көмектеседі. Шаяндар тұратын жеріне байланысты түсін өзгерте алады. Балалар, жаңа сөзді жаттап алыңдаршы. Теңіз шаяны. Теңіз шаяны. Теңіз шаяны. Дұрыс. Сендердің естеріңде қалатынына сенімдімін. Достар, бүгін біз теңіз жануарлары туралы көптеген қызықты нәрселер білдік. Біздің басқа да бейнероликтерімізді жіберіп алмау үшін парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.